Оразаны бұзатын жағдайлар. Біріншісі, әдейі бір нәрсені жеп ішу. Екінші, темекі шегу, насыбай ату, дәрі ішу, құрамында нәрлі заттары бар укол қабылдау. Үшінші, аузындағы жаңбыр тамшыларын әдейі жұту. Бұл жайлы мына хадисте айтылған. Ораза кірген нәрселерден ғана бұзылады, шыққаннан емес. Төртінші, әйелімен жақындасу, яғни таң намазынан ақшам намазына дейін жақындасу оразаны бұзады. Бесінші, себепсіз қорек немесе қоректік қасиеті бар барлық заттарды біле тұра әдейілеп жеу оразаны бұзады. Мұндай жағдайларда кәффарат оразасын ұстау қажет. Кәффарат деп Рамазан айының оразасын себепсіз біле тұра бұзып жіберсе, 2 ай ораза ұстауды, оған шамасы келмесе 60 кедейді тамақтандырып тойғызуды айтады. Ораза кімдерге парыз? Ораза мұсылмандарға парыз. Мұсылман емес кісілерге ораза парыз емес. Өйткені ораза ұстау үшін мұсылман болуы керек. Екінші, балиғатқа толу керек. Үшінші, ақыл есі түзу болу керек. Ислам дінінде балиғатқа толмаған кішкентай балалар балиғатқа толған күннің өзінде ақыл есі кем адамдар ораза ұстауға міндетті емес. Бұған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм 3 адамға қалам жазылмайды. Біріншісі, балиғат жасына жетпейінше балаға. Екіншісі, ақыл есі түзу болғанға дейін ақылы кеміске. Үшінші, оянғанға дейін ұйқыда жатқан адамға деген. Ниет ете алмағандығы үшін ақыл есі кем, талып қалған және мас адамның оразалары жарамсыз болып саналады. Егер бір кісі Рамазан айы бойынша талмасы ұстаса, кейін ұстамаған күндерінің қазасын тегіс өтейді. Ал ақыл есі дұрыс емес кісі Рамазан айының ішінде түзелсе, ұстай алмаған күндерінің қазасын өтейді. Рамазан айы бойынша ақыл есі дұрыс болмаған кісінің оразаларының қазасын өтеуі қажет емес. Балиғат жасына толмаған балаларға бойларын біртіндеп үйрету үшін анда-санда болса да ораза ұстатқызуға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм 7 жастан 10 жасқа дейін балаларды намазға үйретуге шақырған. Баланың денсаулығы мен шыдамдылығына қарай 8-9 жастан бастап үйрете берген дұрыс. Оразаны кімдерге ұстамауға рұқсат? Жолаушылық, сапарда ауыз бекітпеуге болады, бірақ басқа күндерде санын толтырып ораза ұстайды. Екінші, жүктілік пен бала емізу. Егер денсаулығы мен баласына зиян келуден қорқса, ораза ұстамай, кейін қазасын өтесе болады. Үшінші, ауру сырқау. Сенімді дәрігер ораза денсаулығына зиян тигізетінін жан-жақты анықтап барып айтса, жазылған соң ұстауға болады. Төртінші, кәрілік. Қартайып оразаны денсаулығы көтермейтін кісілер бір кедейдің таңғы және кешкі асын беріп тойдырады. Оған шамасы келмесе тәубе етеді. Бесінші, хайыз бен нифас. Бір әйел ораза кезінде етеккір көрсе немесе босанса, ораза
бұзылады. Мұндай жағдайда тоқтаған соң қазасын өтейді.